Ондағы мақсат кейінгі ұрпақ, қазіргі жастар, біздің жас кезіміздің қалай өткенін, қалай еңбекке кіріскенімізді, қалай азаматтық жолға түскенімізді, осындай дәрежеге қалай жеткенімізді білгісі келеді деп ойлаймын. Бүгінгі кеш өте жақсы өтіп жатыр. Апаның айтатын, кейінгі ұрпақ айтатын, берері үлгісі айтатын әңгімесі өте қызықты, өте мағлұматты, және бұл кісінің жүріп өткен еңбек жолын кез келген адам үлгі етуге болады деп ойлаймын. Мен үшін әсіресе бұл кісінің мына Төлеген Айбергенов пен Шәмші Қалдаяқовтың келуі сонау 50-нешінші жылдар, 56-шы жылдар ма, сол келген кезде осы Ақерке Ақжайық әнінің дүниеге келуіне осы Мәдина апа себепкер болған. Себебі сендер екі, біреуің әнші, біреуің композиторсыздар. Енді осы келу барыстарыңызда біздің Атырауымызға арнап бір әдемі естелік ретінде бір ән арнаңыздар деп, сол осы кісінің қолдауымен, ұсынысымен Мәдина апаны осы әндің кіндік шешесі десек те болады. Сөйтіп Ақерке Ақжайық әні біздің кәдімгі Атырауымыздың гимні сияқты әлі күнге шейін орындалып келе жатыр.